Тойдың королі аталып кеткен Заттыбек Көпбосынұлының шаңырағында қос қуаныш. Әнші екі бірдей туған күнді атап өтті. Одан бөлек сазгердің игі істері де ел аузында. Заттыбек Көпбосынұлы Асқар Тау әкесінің 80 жас мерейтойын бұрымды қызының 6 жасын астатөк той етіп атап өтті. Бұл тойға өнер иесі 800-ге жуық қонақ шақырыпты. Сазгер сабырдың арқасында барлығына да қол жеткізуге болады дейді. Әнші 10 жыл бұрын балаға зар болып жүрген кезінде сабырлы мінезімен қиындықтан өткенін айтады. Енді 10 жыл аз уақыт емес, ондай жағдайда сабырлықты ода бір Алланың берген мінезі. Оны да Алла бермесе кездеген адаммен сабыр болайшы деп сабыр бола салмайды. Ол байсалдылық кішкене ортасына қарай өзгеруі мүмкін. Адамның енді білімділігіне, ақылдығына байланысты ол өзінің ортада ұстауына қарай сол жерде бір сабырлық танытып ұстау өзгеретін мінездер болатын шығар. Енді қайтемін деп ойладым, ойға түпсіз терең бойладым, елді тәуекелге байладым, ердің біз қаруын сайладым. Жақсылыққа жаны құмар әнші 2016 жылы зәулім үйінің қасындағы дүкенді ауылдастарына намазхана ретінде сыйға берген болатын. Одан бөлек сазгер 400-де жетімге мол дастархан жайып, тегін концерт өткізген. Арнамыздың Кездер-ай бағдарламасына берген сұхбатында Заттыбек Көпбосынұлы ессіз әндер қаптап кетті деп назын білдірген болатын. Бір ғана қарын ашатын дүние, сол ессіз әндердің жарнамасы тез тарап, сол ессіз әндерге есі кетіп тыңдайтын біздің кейінгі буындардың көбейгеніне кішкене қарын ашады. Ақмаржан хитінің орындаушысы Заттыбек Көпбосынұлының орны өнер әлемінде қашанда бөлек. Өзінің қарапайымдылығымен әрбір тыңдаушысын баурап алатын әншіге мол табыс тілейміз. Еңлік Мұратқызы, Руслан Хасанов, Айболат Жекебай, Сержан Мелдеханов, Хедлайнер.